Барлықтарыңызға қайырлы күн. Осындай шоколадный пирогтың рецебімен бөлісемін. Жасалу оңай, жасап көруге кеңес беремін. Бірінші песочное тесто жасаймыз. Ол үшін сухой ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Бірінші бізге 250 грамм ұн, 10 грамм разрыхлитель және 100 грамм қант керек. Сары майды қолымызбен үгітеміз. Және осы қамырды бір жұмыртқамен біріктіретін боламыз. Тестаны ұзақ илеудің қажеті жоқ, себебі песочное тесто қолды жақсы көрмейді. Біріктіргенше илейсіздер. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Дайын қамырды бірден формамызға жайып, біркелкі етіп түзулейміз. Осылай бірінші қолдың көмегімен, сосын қасықтың көмегімен түзулесеңіздер болады. Міне тесто дайын, енді салмасын жасаймыз. Бізге 320 грамм творог, 70 грамм сметана және 3 жұмыртқа қажет. 100 грамм қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Мен масса біркелкі болуы үшін блендерден өткізіп алдым. Енді шоколадымызды ерітеміз. 80 грамм шоколад, 10 грамм какао қажет. Осылай лопаткамен жақсылап араластырып, формамызға құямыз. Пирог 170 градуста 30-40 минут піседі. Әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан шпажкамен тексеріп, піскен-піспегенін тексеріп алсаңыздар болады. Міне пирогымыз дайын. Суыған соң формамыздан пышақтың көмегімен шығарып аламыз. Пирогты жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Каналымды қолдап, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.